Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Қыздар жалғастырамыз. Иғрамына келгенде кәллә, рада, уәжаз, зәжір дегеніміз, яғни біраз бас тарту, алдындағы үкімін біраз үкімін жоққа шығару, зәжірді біраз айыптау мағынасын білдіретін. Ләил деген кезде мына ләміміз ләмүл қасам деген болатынбыз, жауабыл қасам. Алайда бұл жердегі ләм біраз басқаша ләм екен, қыздар. Мұнда мен мына жерге жауабыл қасамды келтірген екен. Бұның мағынасына қарадық. Егер де шарттың басында қасам келетін болса, түсіп қалған қасам ғой енді. Яда шарттың жауабы келмей, оның орнына қасамның жауабы келгенде, ілгеріде қасамның жауабы бар деп, соны алдын ала еске салу мақсатында қойылатын ләм екен бұл. Муатты әлел қасам дегеніміз біраз қасам келетіндігіне дайындайтын ләм деп қаралады екен бұл ләміміз. Мен негізі бұған мән бермеген екен. Бұны басында бұрын аяттардың иғрабына қарап жүргенде, осы жауабының басына лә келсе, әдетте шарттың ол жауабыл қасам екендігін білетім, алайда бастағы ләмді сол деп ойлаған едім. Сөйтсем, ол ләм емес екен. Бұл ләм шартпен қатар келген кезде қойылатын ләм екен, қыздар. Осыған мән берейік. Яғни, мұндағы ләміміз бастағы қасамды білдіретін ләм, алайда жауабыл қасамның басына келетін ләм емес екен. Наоборот, жауабыл қасамның алда келе жатқанын білдіреді. Сондықтан да шарттың жауабын іздемеңіздер. Бұл жерде қасамның жауабын іздеңіздер. Өйткені қасамның жауабының басында да бір ләм қасамыл жауаптың басында келетін, жауабыл қасамның басында келетін ләм келе жатқандығын айтатын, дайындайтын ләм екен. В общем, екеуі де қасамды білдіреді дейік. والجملة الفعلية لا محل لها من الإعراب لأنها جواب القسم ديدت. جواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه ووفائه بمعناه. Жауабыл қасамды көрсеткендіктен және де оның мағынасын толық білдіргендіктен шарттың жауабы бұл жерде түсіп қалған. Бин насия, жар ва мәжрур мутағалиқ нәсфа амин. Яғни оны шекесінен тұтып, кекілінен отқа сүйрейміз, міндетті түрде деген сөз. Аятта сонда қараңыздар, әсте олай емес. Аллаху Тағала Алланың яғни Аллаху Тағала көретіндігін ол білмей ме? Әрине, олай емес. Аллаху Тағала міндетті түрде біледі. Ант болсын, егер де ол бұл жасап жатқан, яғни біздің құлымызды пайғамбарды намаз оқудан тыйғанын қоймайтын болса, онда біздер міндетті түрде әлбетте оны кекілінен сүйрейміз дейді. Сонда бізде егер ол бұдан тыйылмаса, әлбетте, бір-ақ рет әлбетте келіп тұр. Бұл жерде мына басындағы немен ант болсын деген ант мысалы берілмеген аудармада, ол мағына бұл жерде бар, қыздар. Келесі аятымыз нәстағиду билла, жалғасы қараңыздар. Мына жерде біз нәстағиду билла кәллә ләин лам янтахи ланасфаъан бин насия. Яғни оны несінен, кекілінен сүйрейміз деді ғой. Енді жалғасы келеді. Жалғасы деп көтеретін десек, мына жерде неге kopyalanбай жатыр? Оны мен бәдәл деп қарағандықтан бірден астына берейін дедім, қыздар, чтобы қатар көрейік. Ол екі аятты салыстырып отырып қарай алу үшін. Бұның жалғасы сияқты ойлаңыздар. Сондықтан астына қарай. Сөздері тағы да бағана естеріңізде ме? Кәззаба сөзін біз етістігі бар деген болатынбыз. Кәззабаның түбірі кәззаба деген болатын. Сол. Кәззаба өтірік айтты, якзиб өтірік айтады, екзиб, кәзиб.
Kâzibun isim fa'il, alayda muannas türünde kelүү sebebi nasiya sözü muannas bolgan. Kâzibetin dep soğan kelgen. Hati'a yahta'u degen yetiştik, qate jasады degенди bildiret. Hati'atun tağı isim fa'ilni döngelekte qosulup muannas tutaldı. Kâzibe hati'a dep. Kella leyin lem yentehi lenesfe'an bin nasiye. Bunun basında da bir bi var dep oýlaňyzlar. Sonda bu bedel bolup dur degen söz ornun basıp turna. Mına jerdegi nasiýanyň ornun basıp dur degeni goý. Kitapta nasiýa söz qaytan qaytalanyp dur görüp tursaňyzlar. Nasiyetin kâzibetin hatiye. Sonda bunun basında bir bimiz var. Ötken ananyň ornunda dur. Bedel diýimiz bunu ma'tuf demeyimiz wäzlik goýupdyk. Bedel minen nasiye mecrur bil kesre. Olda bedel degen söz ornun basgandykdan onuň da harakaty däl şunday bolat. Kâzibetin anyktawuş, hatiatin anyktawuş. Sonduktan kâzibetin hatiatin na'tani. Na'tani degenimiz sıfatani degenimiz goý. Ýeki anyktawuş degenimiz o sıfatani. Mecruratani bil kesre. Ekеw de kesra men kelipdir. Kelesi ayet nestaidu billah. Felyed'u nadiye. Olay olar biz onu şekesinden süýleymiz. Olay bolsa ya da sonda mene yana şu men aldynky aýtdyň kişine baýlanşdy bildireten ifade. Felyed'u nadiye. Yed'u yetiştigine kelik. Da'a degen yetiştik ötken şagy tübür yetiştik. Soňky harf äsiz. Os şagy yed'u basna li lamul amr. Amrdy bildireten li kiletin bolsa mına soňdy sukundawymyz gerek. Negizinde bu özü yed'u goý kızlar. Mına soňy sukundalgan кезде ol түшüp kalady. Şonduktan li yed o bagana yentehi degen siýakda soňy jazm etilgen siýakda bul jerde de lam mına lamda jazm eteten lamda. In siýakda boldy. Birak magnasy buyrukray. Ol şakyrsyn degen magnada. Normalde sen şakyr desek ol ödөгөн goý. Munda da түшüp karaňızlar. Soňy sukun bolgandykdan kalıptır da ödü. Liyed'u degende de sukun koyulganda liyed'u bolup galar. Al basına fa gosatyn bolsak fa li dep okmay fel yed'u dep ketет. Bunu biz fel ya'budu rabbe hadal beyt dep Kurayş suresinde görgen bolatymyz. Ol jerde de osunu түшүndürgen bolatymyz. Fel ya'budu degen siýakda ol jerde nun түшüp kalgan bolatyn. Amına jerde soňundagy nakys yetiştik bolgandykdan soňa elsiz түшüp kalıpdyr. Nädin negizinde käzirgi taňda bunu klub degen magnada koldanamyz da, al Kur'anda özüniň mejlisin, swaýlastaryn, dostlaryn, koldawçylaryn degen magnada kelgen eken. Negizi bul Abu Jahl turala aýtylyp atylgan süre eken. Abu Jahl kelip paýgambarga Kabanyň janynda namaz okuwuna tyym salatda. Soğan baylanışlı düşken süre eken tafsirine karaganymızda. Hazır kişine nesine kelgende, muhtasar tafsirine kelgen кезде bol jönünde malumat berетін bolamız. Nädin sözü kızlar, nädin sözü soňa laý biteten söz karaňızda. Al artikeli koysak nädi bolat. Al bu jerde mef'ul bih mensup bolup tursak da negizi nädiyen bolup ketүү gerek edi muna. Mensup bolgan кезде nädiyen bolup gerek edi. Nädiyen plus hu bolgan кезде kızlar nädiye bolup kelýär soňa baýlanşyk. Menqus ismler dep atalat bunda ismler nädin negizinde. Al artikeli alsa da ol şygat nede nädi dep. Mudaf bolganda da ýaý şygat. Mudaf degen söz izafetiň birinçi müşesi bolsa da nädi plus hu sonda nädi şidir. Ýaýga baýlanşyna hu hi bolup ketет. Alayda fatha koyulgan кезде biz onu hi dep okmaýmyz. Nädiye hu. Nädiye dep sukun men toktaýmyzga tetdi, toktan gelip. Fel yed'u nädiye. Yani onu biz kekilinden mendetli süýleýmiz. Olay bolsa kaniki swaýlastaryn şakyrsyn. Kıyamet günü şunu aýdyp turgan jagdaý. Irabına karasaňyz fasiha. Fasiha degenimiz adetde aldınғы mende biraz baýlanşy bar, biraz sebepli de biraz bildiret. Sebep emes, netijeni de bildiretindi bir fada. Olay bolsa
мінекей маңдайынан сүйреліп тозаққа тасталады. Кәнекей шақырсын шақыратын сыбайластарын деген мақсатта. Әлләм ләмул әмір, қараңыздар, ләмул әмір болғандықтан артында келген етістігіміз фе'л мудари мәджзум биләмил әмір. وعلامة جزمه حذف الواو واو түсіп қалған. والفاعل مستتر تقديره هو يعني صول أبو جهل. نادية نادي مفعول به الهاء ضمير متصل في محل جر مفعول. نادية يتكتب فتحة من كلمة وتسمى مفعول به منصوب بالفتحة وهو مضاف يعني هو إضافة برنشة مشيسة. إلى ساياتمس سندعو الزبانية Зәбәнiyun жекеше түрі, зәбәни көпше түрі ретінде тозақтың періштелерінің атауы. Негізінде сәнәдү де мына вау бар қыздар. Бұл жерде жәзім ететін ешқандай қосымша келіп тұрған жоқ. Бірақ аяттың біраз құрылысы біраз өлең жолдарына да ұқсасты. Сондықтан алдыңғы аяттағы соңы сукундалып келгенге сәйкестіру мақсатында түсіп қалғандығы айтылады. Бәлағат жөнінен айтқанда, әріп жағынан негізі сәнәдү өзі түсіп қалу себебі бір жағынан жазылуда негізі бар да, бірақ бұл жерде жазуда да түсіп қою себебі негізі мына уды шәддаға қосып оқыған кезде де ол созбыңқы оқылмай кетеді. Сәнәдү зәбәни деп созып айтамайсыз да. Ол оқылуда да айтапта түсіп тұр да. Қазіргі современный тілде түсірмейміз, алайда Құранда түсірілген. Алдыңғы неге қарай кішкене ұқсастырып келтірілген. Келесі аят кәллә ла тутиъху васджуд вақтариб. Олардың ирабын қоспаппын қыздар, мен қазір ираб кітабын аша отырып сіздерге түсіндірейін, мүмкін Құдай қаласа харакаттап қосам. Ирабы жағағы са келесі жақта білдіретін са. Плюс надъу фи'л мудари марфу. Даммасы көрінбейді. Сондықтан бидамматин мұқаддара. Әз-забанията мәфул бихизи. Біз шақырамыз дереу дейді. Сен дейді өзіңнің сыбайластарыңды бір шақырып көр, саған жәлелге келер ме екен? Біздер бірден тозақтың басқарушылар дегенде мына жерде періштелер ғой, тозақтың періштелері басындағы. Соларды шақырамыз дейді. Мәфулун бихи болғандықтан соңы фатхамен келіп тұр.